Сәлем, достар! Ой, ей, сен кімсің? Мен ғарышкермін. Ғарышкер? Біздің бағдарламада не жоғалттың? Айбай! Петрушка, не болды саған айқайлап? Айқаламағанда қалай? Бұл кім? Бұл менің қуыршақ достым, ғарышкер. Ол, біздің бағдарламада не істеп жүр? Сен мені ауыстырғың келіп тұр ма? Жоқ, Петрушка, о не дегені? Сен ең алдымен біздің көрермендермен амандассаңшы. Ой, жарайды. Саламатсыздар ма, балалар? Саламатсыздар ма біздің көрермендер? Петрушка, білесің бе? Бүгінгі біздің ғарышкер қуыршағымыз біздің бағдарламаға себеппен келіп тұр. Бағдарламаның тақырыбы ғарышқа саяхат. Солай ма? Жарайсың. Өте тамаша. Ал, саяхаттағың келеді ме? Жалғыз тек біздер ме сонда? Жоқ, бізге бүгін қонаққа келіп отырған біздің көрермендеріміз бар. Және біздің достарымыз бар. Ал, ендеше достарымызды шақырамыз ба? Әрине шақырамыз. Ендеше алдарыңызда біздің кішкентай қонақтарымыз Нұр Шапағат пен Аяулым. Сәлем, достар. Сәлем, Петрушка. Сәлем, достар. Достар, қош келдіңдер біздің студиямызға. Петрушка, білесің бе, бүгін бізге келген қонақтарымыздан мен сұрақ қойғым келіп тұр. Балалар, менің сендерге сұрағым бар. Сендер білесіздер ме, біздер қайда өмір сүреміз? Біз жер шарында өмір сүреміз. Жер шарында. Келесі сұраққа жауап беріңдер. Біз, балалар, айтыңдаршы, жоғарыға қарағанда нені көреміз? Біз аспанды көреміз. Аспан. Ал, айтыңдаршы, түнгі мезгілде далаға шыққанда аспанға қарағанда нені көреміз? Жұлдыздарды. Тамаша. Ал, Петруша, сен білесің бе? Ал, жұлдыздарды зерттейтін адамды қалай атайды? Ғарышкерлер деп атайды. Дұрыс айтасыңдар, ғарышкерлер. Мінекей, бұл ғарышкер неге бұлай киініп алған? Себебі бүгін ол бізбен бірге саяхатқа аттанбақ. Солай ма? Түсіндіріңдерші, бүгінгі біздің ғарышкер не себептен бұлай киінгендігін? Себебі бұл комбинезон қорғаныс үшін қажет, ал скафандр демалу үшін қажет. Тамаша. Мінекей, өздерің түсінгендегіндей, достар, біздің қуыршағымыз, яғни ғарышкеріміз ғарышқа саяхатқа аттану үшін оның үстіне міндетті түрде осындай арнайы киім қажет. Ал, достар, уақыт ұзбай тездетіп саяхатқа аттанамыз ба? Алақай, тездетіп шығайықшы. Петрушка, ендеше бәріміз бірге саяхатқа аттанайық. Ал, ендеше ең алдымен ғарышқа ұшу үшін бізге арнайы киім қажет. Екіншіден, балалар, бізге жаттығу жасау керек. Рас айтасың, жаттығу жасау керек. Балақайлар, сіздер жаттығу жасағанды жақсы көресіздер ме? Әрине. Тамаша. Ендеше балалар, біздер сіздермен бірге саяхатқа аттанбастан бұрын, біз сендермен бірге арнайы жаттығу жасауымыз керек. Дайынсыңдар ма? Дайынбыз. Ал, ендеше менің артынан қайталаңдар. Қолымыз алдыға созамыз. Создық. Ал, енді алақанымызды жұмамыз. Жұмдық. Және де қолымызды айналдырамыз. Ал, енді бұл қолымызбен бірге басымызды. Жарайсыңдар. Енді иығымызды. Тамаша. Ал, енді бәріміз бірге қолымызды екі жанға созып, ауаны ішімізге жұтамыз. Тағы да. Жарайсыңдар. Мінекей, сендер саяхатқа дайынсыңдар. Ал, достар, мінекей, біз де арнайы жаттығуымызды аяқтадық. Саяхатқа дайынбыз. Ал, ендеше саяхатқа аттанамыз ба? Әрине. Ендеше бәріміз бірге саяхатқа аттанайық. Кеттік! Міне. Бұл қандай планета? Бұл Ай.
Ай планетасы. Ой. Достар, сендер білесіңдер ме? Ғарышта, яғни космоста ең үлкен планета және ең ыстық планета ол қандай планета? Ең үлкен планета ол күн. Міне тамаша. Ал айтыңдаршы, ғарышта біздер не кездестіруіміз мүмкін? Кометаларды. Тамаша. Ой, Және астероидтарды. Ой, тіптен керемет. Жарайсыңдар сендер, өте ақылды екенсіңдер. иә, ақылды екен. Ал алғаш рет ғарышқа шыққан кім? Ой, соны да білмейсің ба? Ну, Петруша, ал білсең жауап бере ғой. Ой, мен де білмеймін ғой. Ал, достар, ендеше ғарышқа ең бірінші ұшқан ғарышкер туралы біздің бағдарламамызда шағын ғана Ақпарат. жарайсың, Петрушка. Ендеше бәріміз бірге тамашалаймыз. 1961 жылдың 12 сәуірі күні Юрий Гагарин ғарышқа алғаш болып аяқ басқан еді. Қазақ елінен шыққан ғарышкерлерге тоқталатын болсақ, Тоқтар Әубәкіров әлемнің 256 ғарышкері, Талғат Мұсабаев әлемнің 309 ғарышкері, ал Айдын Айымбетов әлемнің 545 ғарышкері. Мәселен, Тоқтар Әубәкіров КСРОда алғаш болып МиГ-29К истребителін Тбилиси крейсерінен истребительге арналған трамплиннің көмегімен алғаш болып ұшырды. Тбилиси крейсерінен жаңа әдіспен ұшақты көкке көтеру оқиғасына бүкіл әлем көз тікті десе де болады. Бұл әдістің ерекшелігі ұшақ трамплиннен түскендей төмен лықсып келіп, бірден көтеріліп кетуі керек. Ол әрине ұшақтың моторына байланысты еді. Бірақ мәселе секундтар еншісінде болатын. Сәл іркіліс болса, бітті, ұшақ судың астына кіріп кетеді. Сынақшы ұшқыш Тоқтар Әубәкіров құлдилап та көтеріліп те үлгерді. Авиация тарихында бірінші рет мұндай әдіспен ұшуды жүзеге асырған қазақтың осы ерлігі Гиннестің рекордтар кітабына енгізілді. Кеңес одағының 2 мәрте батыры Талғат Бигелдиновтың құрметіне Талғат есімі берілген қазақтың екінші әлемнің 309 ғарышкері де рекордшы атанған. Ол бір ай ішінде 5 рет 30 сағат 8 минут ашық ғарышта болған сапар үшін Гиннес рекордтар кітабына енген. Тамаша, керемет ақпарат қарадық. Енді мен алғашқы ғарышкер Юрий Гагарин екен. Содан соң Қазақстаннан тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров екен білдім. Солай емес пе, балалар? Иә. Жарайсың, Петрушка, жарайсыңдар достар. Мінеки дәл осындай керемет ақпаратты бүгін біз білдік. Ал, енді менің ойымша, уақыт ойынға келген. Ой, мен ойынды жақсы көрем. Ой, тоқтай тұр. Ал сендер балалар ойынды жақсы көресіңдер ме? Иә, әрине. Ал сіздер ше. Ендеше біздің уақытымыз ойынға келді. Кәнеке, кеттік, жүріңдер. Петрушка, білесің бе, біз бүгін достармен бірге керемет ойын ойнағалы жатырмыз. Біздің қолымызда дәл осындай есіктері бар. Көрдіңдер, планета секілді өзі доп-домалы. Және де бізде керемет, бұл қалай аталады? Мойыншақтар, тамаша. Дәл осындай кішкентай мойыншақтарды біздер қазір біздің планетамызға жабыстыру арқылы үлкен, әдемі, керемет планета құрастырамыз, солай ма? Иә. Ендеше сіздерге шектеулі уақыт беріледі, ал біз бастаймыз. Кеттік! Кәне, Петруша, достарымыз аяқтап қалған секілді, кәне достар? Ой, тамаша, керемет. Бұлар күн жүйесін жасап шығарған секілді. Иә. Мінекей достар, сендер де осылай қайталап отырсаңдар болады. Иә, үйден өздеріңіз қолдан жасауларыңызға болады. Қарапайым диск пен моншақтар. Ал, достар, бүгін біз сіздермен бірге көптеген тақырып қозғадық. Ғарышкерлер туралы, ғарыш туралы, планета туралы. Алғашқы ғарышкерлер туралы. Тамаша, үлкен сабақ болған секілді. Енді былай істейік. Мүмкін бәріміз бірге роботтардың биін билеріміз. Ой, Әрине. мен де билеймін. Жарайды, Петрушка. Петрушка біздің керемет биші. Ендеше қазір бәріміз бірге менің артынан қайталаймыз. Келістік қой. Я, достар, ендеше сіздер де біздің артымыздан қайталаңыздар. Кеттік!
Иә, дұрыс айтасың. Кейін биіміз өте керемет болған секілді. Ал достар, бірақ біздің өкінішке орай сіздермен қоштасатын сәт те келген секілді. Иә. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де біздің каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, балалар! Сау болыңыздар!